Сәлем достар. Бүгін біз Камерунның өте нашар тұратын ауылдарына барамыз. То есть жолда өтіп бара жатып сол жерде тоқтаймыз. И олардың қалай светсіз жалпы өмір сүріп жатқанын көрсетемін. Бірінші остановка ол бензин. Бензин бұл жақта қымбат тұрады, кстати. Кеше ғана қымбаттап кетті 890-ға. Ужаста. 840 екен. Еще бензиннің бірақ түрі бар. Супер деген түрі бар. 92 деген. Бірбөле деген түрлері жоқ. Тек қана супер. Окей. Газель деген бар, ол не? Дизель. Негізі тоқтап біз мангал жағып ет пісіреміз деп ойлап жатырмыз. Соған нан алуға шықтық. Қазір нан алып жатыр. Нан болған жере ғой. Өткенде төбесі жанып кетті. Бірақ сонда да істеп тұр. Біз бұл жаққа баратын жерімізге, то есть уже үшінші рет бара жатырмыз. И жолдарда үйлер бар. Үйлер ол ауылдардың үйлері. И ауылдар жол-жөнекей ауылдар ғой, короче. И сол ауылдарда адамдар, негізі қалада да сондай, бірақ жиі кездестірмейсің. Қалада месталы жоқ болғандықтан ауылдарда үйлерінің жанында адамдар ата-бабаларын, мама-бабаларын көміп қояды. Тура үйден шығасың, жанында тұрады. Солай өмір сүреді. Ребята, сенсация, мусор жинап жатыр адамдар. Мына көше өзіне бұрынғы кезіне қарағанда таза көрініп тұрды көзіме. Неге десем, мусор жинап жатыр ғой. Бұндай аз болатын жағдай ғой, бұндай жағдай аз. Негізі таза да, бізге маған таза көрініп тұр мысалы. Бірақ көрген адамдарға таза көрінбейді жүр. Қазір видеомды көрген адамдарға. А мне вполне нормально. Жолдан бір нәрсе көріп қалдық. Еба! C'est mangé? Oui, oui. Oh my god. Tu as trouvé où ça? C'est combien? Что это вообще? C'est 10 000. Ça? Ici, c'est 25 000. C'est mourir? Oui, mourir. Oui. Oh my god, қалай өлтірген? Bon, mais. Мотон төбесіне зонтик қойып алған ғой. Балмайо. Кеше ана не дейші? Арыстан түрін қараңдар. Топырақ жолға түстік. Енді только вперед 7 километр. Қазір жаңбыр сезоны тоқтап қалған ғой, құрғақшылық сезон. Соданнан бәрі лай-лай болып кетіпті ғой. Шаң жуылмай. Негізі жап жасыл болып тұрады мына жердің бәрі. Осындай керемет. Иә. Солай. Ада дейді. Туристик Богу. Су жоқ па әлі? Нерені көп қосуын оларды? Мына қыз соқсамыз ей. Мадам бип-бип. Жұмысы жоқ қобыз бен? Il parle quitte c'était, il fait TikTok une vidéo. Il y a beaucoup de personnes, hein. Il y a beaucoup de voitures, cette même, il était là même. Вау, әдем жерге келдік. Өткенде де келгенбіз. Екінші рет келіп, үшінші рет келіп отырық. Негізінде қазір құрғақ сезон ғой, сондықтан су кетіп қалу керек болған. Тартылып кетеді су құрғақ сезонда, жаңбыр сезонда қайтадан көбейеді. Бірақ әлі су тартылып кетпепті. Әлі күнге дейін көп екен. Қараңдар. Негізі мынаның бәрі жаңбырдан жиналған су болған үшін тартылып келу керек.
Әлі бар екен. Мынау банан. Негізінде біз алдыңғы жолы келген кезде су мына жерлерге дейін келіп тұрған еді. Қазір бірақ біраз азайыпты. Бірақ өте қатты емес. Сонда да жүзуге болады қайықпен. Өткен жылы су мына жерге дейін келген еді. Мына жерлердің бәрі су еді. Қазір олай емес. Кері кетіп қалыпты. Міне, апай кір жуып жатыр. Қайықтар қалай жасады білесіздер ме? Бұл қайықтарды ортасын тесіп, үлкен ағаштың ортасын тесе салған сол қайық. Бонжур, мадам. Мына қайықтың ағаш қой негізі үлкен. Comment ça va? Ça va. Үлкен ағаштың ортасын былай кескен. Сол қайық болып қалған. Кіріп жатыр апай. Мына жердің бәрі негізі ескіде су болған. Ескіде дегенде жаңбыр сезонында үнемі су болып тұрады. Солай. Керемет жер. Үлкен ағаштар. Ана жаққа дальше жүзіп барсаң, 1200 жылдық ағаш бар. Қазақ хандығынан үлкен. Мынау негізі отель сияқты, осы жақта қалуға болады, бірақ ішінде жағдай жақсы емес. Мына үйде түсіп қапты төбесі. Қайда кеткен? Мына үй үшіншісі. Тура джунглидің ортасында орналасқан. Бүкіл айнала ағаштар. Ne? Ne jер? Abi su burada ya da. Su burada ya abi. Evet su oradaydı. Ben de diyorum yok diyor abi. Abi hayır oradaydı. Bonjour. Un photo? Мына адам қорықпай тұра береді екен үстінде, иә. Фотоға түсіресің ба, мен тұрып тұрайын сол жерде дейді. Merci beaucoup. Басына қойып алып, спокойно көтеріп кете береді. Қазір пикник ұйымдастырып жатырмыз. Мына жақта отырамыз. Ана жаққа адамдар ет істейін деп жатыр. Мангал жағамыз. Мынау студенттер. Конфеты. Кім жағады? Балам екеуміз серуендеп жүрміз. Babacım çok uzakta ya. Gidiyor mu bu? Et жасап жатыр. Kebap. Hareketsiz kaldı bir anda. En sevdiği pozisyonu aldın ya sen. Evet tamam o zaman. Şu anki favori pozisyonumuz bu mu? İyisiniz. Nenin eti? Sir'in eti, ya? Sir'in eti. İyisini de aytolmadım ben. Ya tarih var. İyisini өзінен тойып тұрмын шын үшін. Маринокс күшті оңа. Енді шықты. Кім жасайды Маринокс? Мен де берейінші. Да? Камерадан мен де берейінші. Бопты. Негізі мен емес. Қазір піскен кезде вообще керемет иіс шығады жер. Көп екен бірақ. Vallahi bulacak petrolü. Мына қолдан жасалған мангал. Құлақ болайын деп тұр, бірақ надеюсь, что пойдет. Ағаш. Мына жақта. Мынау көмір. Көмірлер бір штугы 200 сефа. 150 теңге.
жақсы, от жақты. Уй. Ateşinde mi esme olur? Tabii. Neden? Ya neden yok? Büyükler öyle koymuş. Sen şey biliyor musun? Turan taktiğini. Какая разница demek? O Turan taktiği. Bu ateşin Turan taktiği. Asaya koymuyor. Da bak yana pas. Қазынашеде қазақтар бар. Şu қазақ, 4 қазақ. Түріктер де бар. Орта Африкалықтар бар. Міне. Мына жерге отырамыз. Мынау Арафат. Бонжур деп айтсай. Сәлем де. Сәлем. Ha? Сәлем? Tuttun mu sen o ayağını? Kahvaltı. Doğru değil o zaman. Ya abi şeytan oluyor. İsmet sen parfümünü buradan mı aldın? Şu an kendi kokumu ben de hissetmiyorum. Kendi koku hissetmesin abi. Zaten o parfüm kokusu sen almazsın ki karşıdaki alır. Normal bir şey. Çünkü dün akşam bize geldiğinde de aynı koku vardı üzerinde bence. Dün geldiğinde de koku çünkü. Dün de aynı şey. Evet. Akşama doğru. Sprite var mı? Belki Sprite var da. Evet akşam. Hepsini atma. Tasay sağ деген. Okan abi. Түрецкий кебапқа өшім. Hayırlısı. Temmuz. Керемет. Ана жақта балам жылап жатыр ғой. Анне деп. Сонда кетіп бара жатыр. Ой. Мына әйелді мен фотоға түсем дейтін. Знаменитейсің ғой. О, бонжур. Bonjour. Ouh là là. Montre ton visage, non, chérie Coucou. Je dis elle. Elle regarde où? Ok. Comment? Ça va? Ça va bien? Ça va. Et toi? Жалпы мен бұларға знаменитейспін ғой. Ақ адам. Уже мына шашлыктарды қойды. Иісі күшті. Помидор да қойып қойған. Tamam abi siz gidin hikayeler bizim burada şantiyeleri maçlı olmamız. Мына жаққа тағы адамдар келді. Себебі бұл единственный пикник жасауға болатын жер ғой. Еще пикник жасау үшін бұл жақта төлейсің адам басына 2000. Білесіңдер ма? Енді қараңдар біз қаншамыз. Әрқайсымызға 2000 төлегенбіз. Представляете? Ben yaptım. Ben. O yapmadı. Жасадым деп отыр. Bıçak. Мынау әбәдемі болып кішкене. Аштан үйреніп отыр. Dua et. Yola gidenin duası. Yolun fitresini sadakasına vereceksen bize. Dur sen. Onu yesene kızım. Ha bunun içindeki. Әлі дайындап жатыр міне. Басын бітіріп жеп үлгеріп жатыр мыналар. Evladım size bunu dedim. Bunun hazır olduğunu nasıl bileceğiz? Efendim? Ateşinin hazır olduğunu nasıl bileceğiz? Yani hani bunu açıklayamam ama göz kararı yani biraz da. Şu alevlerin olmaması lazım daha çok. Bak şu an şey koysak alev olacak. Hani biraz daha şu alevlerin olmazsa inşallah. Oğlum alsana şunu. Süleyman. Yanıyor. Efendim? Bu doğru mu yani? Yanıyor. Ateş çıkıyor. Evet. İşte birazdan olacak inşallah. Allah izin verirse. Мына жерге күн шығып жатыр. Сол үшін мына бетке ауысып жатырмыз. Ата күн шығып кетті. Салат жасады. Турецкий салаттар.
Nilay. Gel. Bitti. Yetişip tasdik. Негізімді жер мынандай сондай әдемі жер. Тура пальмалардың асты. Ағаштар. Әдемі болып тұрады. Мынау үйлер. Осы ауылдағы. Қирайын деп тұрған балшықтан жасалған. Киімдерін жайып қойған. Мына жерде адам жерлеп қойған. Жаңа айтып едім ғой. Үйдің жанына адамдар жерлеп қойды осылай. Тоғыз бала шаға ма? Мықты үйлер. Bonjour. Конфет тегеміз. Болды. Мынандай жерде жолдың алдында тұрады. Үйлерінде. Мынау бар екен. Бар? C'est бар? Oui. C'est bon? C'est bon, oui. Мынау барлары отырып осақта ішімдік ішеді. Мынау да барының іші. Music. C'est bon. Il y a la banane là-bas. Une banane, peut-être que ça te fait un taille. J'ai décortiqué les Жаңадан сөйлеп екен апай. Үйлері міне осындай балшықтан жасаған. Өздері соғылған жақында құлайын деп тұрады. Cuisine? Ça c'est la cuisine. La petite cuisine. Мынау кухня. La petite cuisine. Cuisine Donc j'ai décortiqué les Свет болмайды осындай қап-қараңғы. Les arachides. Араши. C'est bon. C'est mangé, oui? Мына жақта. Үйдің ішінде жаға береді екен бірде. Arachides. Donc ici là. Үйдің ішінде жағып түсіре береді екен. Ici là, je suis parti un peu. On la pêche, les petits poissons. Poisson, c'est oui? Les petits poissons. Oh, c'est bon. Vous avez filmé? Oui. Oui, je mets dans le plat. Ah! Ok. C'est bon, hein? C'est bon. Ok. Chisme? La noix, vous avez vu la noix? Non. La noix, si. Ah, oui? Ah! Noix de palme. Мынандай коконың масласы шығаратын нәрсе мынау. Масло жасайды осыдан. Арашиттен. Мына коконың масласы. Дальше кетеміз. Үйлерді көрейік. Ça, c'est Тамақ le жасайтын foléré. жер. Le jus de foléré. О, фолере. Не бұл? Анламадым. Түсінбедім не екен? Көзіме кейін көріп кетті ғой қышын. О, мадам. C'est bon. Banane. Combien c'est? Ah, tiens, bon. C'est combien? Combien? C'est 3000. 3000. Vous savez combien? Мынау 3000. Мынаның бәрі 3000. Мынандай банан алсақ болады екен. À filmer, puis quand vous venez filmer, Bandou Mora. Хорошо. La foléré. Ah, la foléré. Не бұл? Алкоголь ма? Жоқ ей. ішті қалғанды foléré шай істеп ішесіңше қатты. Түсінбедім. Не, светіден жасай ма? Гүлден жасайды. Гүлден жасайды мынау. О, мына жақта какао. Істеп тұрайды адамдар, өмсіреді. Ана какао ағашы.
Осы шоколад жасайды ғой, Мынадан шоколад жасайды еще. Осы шоколад жасауға болады. Неде ағаштар? Үй сыпыратына. Өмірлер осындай. Тамақ істеп, осы жерде. Жерде мысыр, то есть, не деп айтып қазақшасы. Мысыр деп түркше айтып қойым. Аты не еді білмеймін, жазып жіберіңіздерші. Мына жерде де әртүрлі заттар. Осылай кептіріп, кейбіреулер сатады, кейбіреулер өздерін қолданады. Мынау үйлер секілді. Мына жерде банандар өсіреді. Жалпы егіншілікпен айналысады ғой. Егіншілікпен мал өсіреді, шошқа өсіреді көбіне. Тез өсетін болғандықтан. Проблем жоқ, барлық нәрсені жей береді. Шаң деген төбемізге көтерілді ғой, құрса. Жол көрмейді. Стекло тұр, бірақ мұрдыма кіріп отқан сияқты чувство отыр ше. Дұрыс жолға шықтық міне. Енді үйге қарай қайтып жатырмыз. Жаңа до конца түсіремадық, потому что қорқып қашып кеттік. Бізді қорқытып жүрді. До конца түсіруге болар еді негізі.